құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі. Екінші сабақ. Сабақты бастамас бұрын мен сіздерді қанаттандыру сөзін айтқым келіп тұр. Менің соңымнан қайталаңыздар. Бар ғажайып мен, барлығы менің қолымда. Бар ғажайып мен, барлығы менің қолымда. Жарайсыздар. Мен сіздерге бұл сөзбен не айтқым келді? Әр адам өзінде жалғыз, және әр адам өзін жақсы көріп, бірінші орынға қоюы керек. Ендеше сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатымен сіздерді таныстырып өтейін. Көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Бүгінгі тапсырмаларды орындамас бұрын бірінші бейнежазбаға назар аударайық. Абай Құнанбаев ұлы ақын, ағартушы, философ. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Абай шығармашылығы қазақ әдебиетінің, әлем әдебиетінің, адамзат қоғамының өшпес, ескірмес асыл қазынасы. Ол өз шығармаларында жастарды өнер білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Ғылым таппай мақтан өлеңінде ғылымның қоғам мен адам өміріндегі мәнін дүние дөзі, мал дөзі дей отырып, оған жетудің жолдарын ұсынады. Абай адамның адамшылығын өсіріп, ғылымын арттыруға себеп болатын 5 жақсы нәрсе: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым деп атап көрсетеді. Ал адамның ғылымын арттырмай нағыз адам болып қалыптасуына кесел болатын өсек айтудан, өтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншектіктен, мал дүниесін орынсыз шашатын ысырапшылдықтан сақтандырады. Абай біреу білмей сен білсең, білгеніңнің бәр тұл деп, ғылымға жетудегі мақсат алған білімді өзіңе ғана сіңіру емес, сол үйренгеніңді басқаға да үйретіп, өзіңе ғылым білімі тең келетін адам санын көбейтіп, білімді, мәдениетті орта қалыптастыру керектігі туралы ой тастайды. Жақсы. Бұл бейнежазбада Абай Құнанбайұлының «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі оқылды, я балалар? Біз бүгінгі барлық тапсырманы Joyteka платформасы арқылы орындаймыз. Бұл жерде мен кіріспе сөз алдым. Әдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші кірпіш Абай сөзі. Абай аты боларға керек. Ең жоғары ардақты орын Абайдікі. Міржақып Дулатовтың сөзін алдым. Бұл жерде балалар, мен сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл жерде бөлме берілген, яғни квест бөлме. Бұл квест бөлменің әр бұрышында тапсырмалар жасырылған. Бізде барлығы 3 тапсырма оқушылар. Яғни осы 3 тапсырма қай жерде жасырылғанын және қандай да бір жаңағындай құпия сөз жазу керек. Соның барлығын ескере отырып, осы бөлмедегі тапсырмалардың барлығын орындап, біз не істейміз? Осы бөлмеден шыға аламыз. Яғни, бірінші тапсырма бізде қайда деп сұрақ қойған кезде, әрине бірінші көзіміз қайда түседі? Қоқыс жәшігінің ішінде толып тұрған қағазға түседі. Үстінен басып көрсек, бір қағаз түсті. Мінекей балалар. Бірінші тапсырма қоқыс жәшігінің ішінде жасырылған екен. Бірінші тапсырма өлеңде кездесетін 5 дұшпан мен 5 асыл істі атаңдар. Кесте сызып, тапсырманы орындаңыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы өлеңдегі әлеуметтік мәселені анықтай аласыздар және 5 асыл іс пен 5 дұшпанды ажырата аласыздар. Жақсы. Келесі тапсырма қай жерде жасырылғанын бірге іздейік. Көрсеңіздер, бөлмеде гүлдер бар. Бұл гүлдердің үстіне бассақ, гүлдерді суару керектігін айтады. Бізде қолымызда су да бар. Яғни сумен алып, гүлге су құямыз. Құйылған су бізде түс қағазды ашып,
артында сұрақ белгісі шықты. Яғни балалар, бұл жерде екінші тапсырма жасырылған екен. Екінші тапсырма, Абай ақынның ойын сендер қалай жалғастырар едіңдер? Яғни, біз жаңа Абай атамыздың өзінің өлеңінде жазылған 5 асыл іс пен 5 дұшпанды теріп жаздық. Енді екінші тапсырма, сіздер өз ойларыңыздан 5 асыл іс пен 5 дұшпанды жазасыздар. Сіз қалай ойлайсыз, сіз үшін қандай 5 асыл іс бар және 5 дұшпан бар? Бұл тапсырманың дескрипторы Абай атамыздың ойымен салыстыра алады және өз ойын айта алады. Яғни өзінің ойын білдіре алады деп дескриптор алдым. Тапсырманы орындаймыз. Жақсы. Әрі қарай келесі тапсырмаға көшеміз. Үшінші, бізде жаңа су қалды, я балалар? Мына жерде гүлді бассақ, бұл гүлді суару керек. Жаңағы өзіміздің қалған суымызбен гүлімізді суарайық. Біз гүлімізге су құйған кезде сейф ашылды. Бұл жерге біз құпия сөз жазуымыз керек. Сан қай жерде болуы мүмкін? Қарайық. Сағат. Сағатқа назар аударыңыздаршы. Сағат әдейі тоқтатылған секілді. Бізде сағат қандай сандарға тоқтап тұр, е? Қарайық. 10, 2 және 7 деген сандарға біздің сағатымыз тоқтап тұр екен. Бұл 10, 27 құпия сөзін жазып көрейік. 10, 27 құпия сөзін жазып көрдік. Әрі қарай ашып көрейік. Ашылды. Ішінде кілт жасырылған екен. Бұл жерде кілтпен ашатын болсақ, ішінде кітаптар жасырылған. Және кітаптарды ашсақ, балалар, біздің үшінші тапсырмамыз жасырылған екен. Үшінші тапсырма, өлең мазмұны бойынша көтерілген мәселені анықтаңыздар. Өлеңде көтерілген мәселені анықтайсыздар. Бірінші баған, екінші баған, ақынның 5 асыл іс пен 5 дұшпан туралы сөз қозғауының себебі неде? Өз ойыңызды жазасыз. Және қазіргі өмірмен байланыстыра отыра, қазіргі өмірде бұл мәселелер өзекті ме? Өзекті болса, неліктен деген сұраққа жауап жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтайды, өз ойын тұжырымдап жазады деп алдым. Ендеше балалар, үшінші тапсырманы орындауға кірісейік. Жарайсыздар, сіздер барлық тапсырманы орындадыңыздар. Құрметті оқушылар, сіздер барлық тапсырманы дұрыс орындап, бөлмеден шыға алдыңыздар. Сіздерді құттықтаймын. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.